Саламатсыздар ма, әріптестер? Қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге мына алдағы мамыр айларында мейрамдар бар ғой, соған растяжканың тағы бір варианттарын көрсетейін деп едім. Оны сіздер сұрайсыздар ғой, уақыт тайынған кезде оны сіздер өздеріңіз жасай аласыздар. Мінекей PowerPoint алып отырмын қазір ашып. Осындай таза бетті аламыз. Енді бұл жерге маған сурет керек, е. Суретті қайдан аламын? Мына жерде фото деген жерге дайындап қойдым алдын ала. Фото не ашпай тұр. Так, көрінді, е. Мен мына жерде дайын бір растяжканы алайын. Бұған әріптерді қалай жазамыз? Осы жерге келіп қоясыз. Мынау енді қалай болады екен? Бір параққа екеу шығарғаныңыз дұрыс шығар сіздің. Осылай қойсаңыз да болады, осылай әкеліп копировать етіп отырмын. И мына жерге әріптер жазасыз, е. Әріптерді қалай жасаймыз? Ставкаға барып, енді ол жағын сіздер жақсы білесіздер. Мына жерден алуға болады. Немесе надпись деп осы жерге жазсаңыздар да болады. И мына жерден былай жасайық. Қойайынды. Так, 7 мамыр деп мынаны көбейту керексіздер ғой. Енді мынау бізге қажет қой тағы да. Бұны көбейтіп алайық. Ол үшін сол жаққа барып, дублировать слайд десеңіз, астына түседі ғой. Так, дублировать слайд. 7 мамыр. Жеткен, е, 3 бет болады. Так, егерде мынау сізге кішкентай болса, бір үкілеп жасайсыз ғой өзіңіз осылай, жуандау қылып десеңіз, қажет болса. Осылай жасайсыздар, оны өздеріңіз қатырып. Енді мына жерге осылай жазайық. 7 деп қойдым. Шрифтін сразу үлкейтіп алайыншы. Так, мына жерде шрифт таңдайық. Қазір жақсы шықса ойдағыдай, онда осы үлгісін сіздерге салатын болам топқа. Кейін пайдалансаңыздар болады. Сержан, мен запись жасап отырмын. Ойбай. Мынаның назаты қайда кетті? Так, мынаны көрейін. Мына осы жерге алып келсем, мына кішкентай ма? Мүмкін тағы да үлкейтейін. Сосын бәрінде шрифт осы бір денемен жазылу керек. Осы қара түс бола ма екен, әлде басқа түске қояйын ба? Түсті таңдай, кішкене болған енді. Жасыл болған дұрыс шығар. Қойдым. Енді мына шрифтті көшіріп, мына жаққа алып келе салайын. Қайта нетпес үшін. Енді мынаны апарып М деп жазамыз. М үлкен болып кеткен сияқты, меніңше. Кәне, үлкен. Ол үшін мына шрифтті азайтайық. Кәне көрейін. Осы келеді. Енді тағы да мынаны копировать етіп аламыз, астына түсеміз. Так, мынаны алып тастайын. Астына түсіп қоямын. Мынау бізде өте кішкентай болып қалды. Мына біздің жазғанымыз қайда кетті? Назад істеп көрейікші. Мынау бізге келді ғой. Қояйын. Копировать етіп, бұның астына да. Неге кетіп қалып тұр қазір? Көрейік. Назад беріп. Так, назад. Бір сақтап алайыншы осыны. Бір сақтадым. Қазір қалғандарын жасап көрейік. Астына түседі екен, автоматически астына түсіп жатыр мынау. Енді қалған мына жерге алып тастайын да ставить қылайын. Мына жерге мынау кетеді. Тағы да мына жерге қосып жүрейінші. Мына жерде А болу керек қой. Мамыр. Енді мына жерге. Так, мына жерге қосып. Мына жерде Ы болады. Мына жерге Р болады. Осылай қойдым. Енді бұны қазір дайын үлгісін сіздерге салам. Сосын сіздер бұны өздеріңіз шығарып алыңыздар. Бұлай болатын шығар. Мамыр. Шығып тұр.
сіздер бұны өздеріңіз шығарып көріңіздер, қалай қағазға шығады екен. Егер дұрыс размері көңілдегідей болмаса, онда мынаны үлкейтіп, кішірейтіп алып істейсіздер ғой қайтадан. Мінекей бір үлгісін дайындап қойдым сіздерге. Тағы да бір қазір бұны Canva сервисінде қалай болады екен жасау. Соны да көремін, жасап жіберемін сіздерге.